Барша форумға қатысушылар, ассалаумағалейкум. Қадірлі бабамыз Бауыржан Момышұлы айтады, 20 жас тарихи ерліктер жасайтын жас қоғамымыз әрқашан даяр болуы керек. Адам өмірінің алтын кезеңі жастық шағын өзінің жер бетіндегі қасиетті отаны қазақ еліне келіп, білім алып осында жұмыс істеуге арнау қандай бақыт. Бүгінгі таңдағы тарихи ерлік дәл осы тұрғыдан есептеледі деп өз басым ойлаймын. Ал енді осы жастардың біздің елде беруге ниеттеніп отырған немесе беремін деген сұраққа келсек. Біріншіден, жастар өздеріңіз білесіздер, ғасыр басында менің есебім бойынша 2002-2003 жылдары қателеспесем 3-2-3 мыңның үстіндегі шетелден қазақ жастары білім алуға осында таласа тармаса келіп, қауымдастықтың басқа да білім мекемелерінің есігін қағып біз білім алып оқимыз деді. Бүгінде біз ол санды 1000-ға толтыра алмай тұрмыз. Ал енді сол кезде оқуға тапсырып, жоғары оқу орындарын оқып аяқтағанда бүгінгі таңда еліміздің әр саласында еңбек етіп жүр. Оны нақты қанша жастардың біздің еліміздің жоғары оқу орындарында білім алғандығын және олардың қаншасының бітіріп жұмыс жасап жатқандығы туралы мен білім және ғылым министрлігінің атына хат жібергем. Қазір одан хабар жоқ. Дегенмен бір деректі айта кеткім келеді, сөзім дәйекті болу үшін. Бағана оралмандардың білімі төмен деген пікірталас айтып қалып, бір дерек айта кеткім келеді. Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне сұрау салдым. Сонда 2008 жылдан бері 9 факультетте 300-ге таяу шетелден келген қазақ жастары білім алып жатыр. Олардың 56-сы құқық және экономика институтында, 54-сы филология факультетінде, 26-сы халықаралық қатынастар және шет тілдер мамандығы бойынша оқып жатыр. Демек, олар біздің саладағы бос болып тұрады. Егер осы санға ұлттық университеттерде, мысалы Әл-Фараби атындағы университет бар, медициналық университет бар, қазақ қыздар университеті бар, Астанадағы университеттер бар. Соларда оқып білім алып, техникалық университет бар. Соны бітірген мамандарды қоссақ, онда қазақ жастарының елде беретіні не екендігі басы ашық көрінетін мәселе. Сондықтан да қазақ жастарының елге келуі қазақ ғылымының, қазақ елінің еңсесін тіктеуіне үлкен ықпал етеді деп сенемін. Жақында өздеріңіз білесіздер, Масакисет сайтының жауапшысы Ардабек Солдатбай елге келген, шетелден келген қазақ журналистердің санын жайлы. Әрине ол толық емес, 154. Соның басым көпшілігі жастар. Демек, ол келген қазақ жастардың бойына сөз сіңген, олардың бойында рух бар, олар қазақ әдебиеті мен тілін білетін және қазақ журналистикасының дамуына еселі еңбек ететін азаматтар. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында 10-ға жуық жас маман қызмет істеп жатыр. Бір ғана мысал айтайын, кеше ғана Астанада өздеріңіз көрдіңіздер, жаңалықтарды қараған болсаңыздар, Қытайдың ғылым және техника университетін бітіріп келген Сәрсенбі Қазкенен есімді азаматымыз Назарбаев университетінің зертханасында жұмыс істейді. Ол күн нұры бойынша жылынатын пештің жетілдірілген түрін зерттеу үстінде оған Шеврон компаниясы грант бөлді. Сондай-ақ ұлттық үлгідегі көпір жүйесін ойлап тауып патенттері оған индустрия және жаңа технологиялар министрлігі қызығушылық танытып отыр. Сондай-ақ сол университетте Америкадан оқып келген Айдын есімді азамат бар. Тағы бір мысал, 20 жасында Қытайда қазақ тілінде алғаш компьютер оқуын ұйымдастырған Ғалымбек Қызырбек есімді замандасымыз қазір электронды қазақи жобасын ойлап тауып патенттеді. Қазір ол өндірісте. Құдай қаласа жақын арада қазақ ауыз әдебиетінің жауһарлары болған ертегілерді, ән, жыр, термелерді қазақ балаларына үйретуге насихаттайтын дүние ретінде біздің қоғамға ұсынылатын болады. Демек, қазақ жастарының бізге беретіндігі бергеннен әлдеқайда көп, біз оған сеніммен қарай аламыз. Шағын және орта кәсіпкер. Бұл жағында да кімнің қаншалықты үлес қосып жатқанын тиындап саналмаса да үлкен жұмыстардың бар екенін білемін. Мен өзім журналистерінде жексенбі күні 2 жерде сауалнама жүргізіп қайттым. Бірі пароходының жанында Шастина деп аталатын көше бар. Соның 36-ші 63-ші дейінгі 23 халыққа қызмет көрсету нысанының 18-ін біздің шетелден келген қазақтың жастары ашып отыр. Оның ішінде 29 жаста Тараз мемлекеттік университетін бітірген Риза есімді замандасымыз бар. 26 жастағы қазіргі кезде Шинжан университеті Қытай тілі мен бизнесті басқару мамандығы бойынша бітірген жастар бар. Міне, осындай жастар шағын және орта кәсіпкерлікте еңбек етіп, біздің бюджетке ақша беріп, екінші жағынан жұмыспен қамту жасап жатыр. Бұл да жастардың елге бере алатын мүмкіндігін көрсетеді. Ал енді мәселелерге келсек, бағана баяндама жасаған ағаларымыз осы жастардың төңірегінде жүрген көптеген мәселелерді айтты. Мен сауалнама мәселелері кезінде де мынадай бірнеше мәселелерді байқадым. Бірінші, шағын және орта кәсіпкерлікті алғаш ашып жолға қойған кезде біршама қиындықтар бар. Ол қаржылық және әкімшілік кедергілер. Осы салада салықтық жеңілдіктер және басқа да жеңілдіктер қарастырылатын болса, онда біздің еліміздің шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы бүгінгіден де жоғары деңгейде болады деп сенемін. Екінші, оқып білім алып және университет бітірген жастардың азаматтыққа қабылдау мәселесінде әлде шешілмей отырған мәселелер бар. Өз басым 2007 жылы
университеттің қабырғасында оқып жүріп азаматтық алу. Ал қазір университеттің қабырғасында оқып жүріп азаматтық алу қиын. Соның көсінен қаншама жастардың тауы шағылып отыр. Тіпті оқу орнын 400 грантпен бітіріп, тұрақты тіркеудің мүмкіндігін таба алмай, қайтадан кері қайтып кеткендер бар, неше рет айыппұл төлеп. Себебі қазір біздегі тіркеу визаның уақытымен бірдей, ары қарай тіркеу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан да біз өзіміз оқытып білім алған маманды неге шетелге қайтадан жіберуіміз керек? Керісінше біз маман жетіспейді, еңбек күші жетіспейді мемлекеттердің қатарында екендігімізді ескеруіміз керек. Сондай-ақ бүгінгі таңда біздің елімізге оралып жатқан шетелде, Еуропада болсын, басқа жақта болсын, жоғары оқу орындарын бітірген білімді азаматтар көп деп саналады. Олар әр салада жүр. Олардың нақты санын ешкім есептеп жатқан жоқ. Егер сол жастарды осы елдің ғылымына үлес қосуына жол ашса дегенде бір жүйелі орталық болу керек. Кім қандай мамандық бойынша бітіріп, елге не істеп бара алады. Соларды егер бір орталықта зерделеп, біздің еліміздің дамуына сол мамандарды тартсақ, онда біз шетелден басқалай маман шақырып алып келіп ақша төлеп, немесе кейбір болашақ бағдарламасымен оқытылған мамандардың шетелде біздің қазақтардың сол маманның иегерлері бар екендігін мен айта аламын. Сондай жастар біздің арамызда қазір өзінің дипломы бойынша жұмыс істей алмай, шағын және орта мектептерге ауысты. Сондықтан осы жағында ескеріп, жаңағы орталықтан қазақ жастарын, қазақтың дарынды талантты жастарын қабылдау керек. Тағы бір әттеген айтысымыз, мемлекеттік қызметте жекелеген бюрократиялық әрекеттердің бар екеніне жасырмаймыз. Себебі өзі тілмен жазуды онша біле бермейтін жастарымыз түрлі сұрақтар бойынша барған кезде кейде 2 сұрақтан артып 3 сұраққа жауап берсеңіз басымдық атылма деп айғай-шу салады. Немесе уағында жұмыс істейді, бір есіктен бір есікке сабыры көп болады. Осының кезінде қаншама жастар психологиялық жағынан қисын көріп отыр. Ондайдың талайын өзім де көргем. Өздеріңіз білесіздер, президенттің мемлекеттік қызметкерлердің ар-намыс кодексі деген бар. Осы кодексте мемлекеттік қызметкерлердің бет-беделіне 90 елдің көптеген дүниелер айтылған. Ендеше біздегі мемлекеттік қызметкерлер шетелден келген өз бауырларымызды өзінің бауырындай көріп, қоян қолтық жұмыс істеп, олардың сұрақтарына жауап беру керек. Қажет болса, мүмкін біздің қандастарымыз жиі бас сұғатын сол жерлерде неге сол шетелдерден келген талантты, білімді жастарды мемлекеттік қызметке тартпасқа, олардың мүмкіндігі неге пайдаланбасқа? Бұл да алдағы уақытта ескеретін мәселелердің бірі деп санаймын. Президенттің жарлығына жарық көрген Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртудың жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты бағдарламасында айтады. Мен жастардың маңызды әрқашан атап келдім және атап көрсете беремін. Әрбір жас өз еліне міндетті түрде қызмет жасау үшін мемлекет бәрін жасайды. Әрі бұдан ары да жасай береді деген. Демек мемлекет жаңағыдай жастарды бейімдеу, оларды жұмысқа орналастырып, кәсіптеніп жолдар қиындығын жоятын болса, елім, жерім, отаным деп келген, бойында рухы бар, қалжа жеген, анасының ақ сүтін емген қазақтың жастары өз елінің керегесін керуге, уығын шаншуға, шаңырағын көтеруге дайын. Сондықтан да мен қазақ жастарына айтарым, осы елдің ел болып қалу үшін, жас мемлекетіміздің тұғырын биіктеу үшін еңбек ету жолында таймау керек. Осы жолда еңбектену керек. Баршаларыңызды сол қасиетті борышқа өтуге шақырамын.